Сәлем достар, біз бүгінгі видеода видеоларымызды қалай жүктейміз және оларды жоспарлау керек па, немесе жасырынған тізім керек па, немесе бірден паблик жасау керек па, соны нақтылап түсінетін боламыз. Және бір видеоны сіздерге толықтай жүктеу арқылы сіздерге практика жүзінде де көрсететін боламын. Олай болса, кеттік. Ең бірінші өзіміздің браузерімізге кіріп, өзіміздің каналымызды ашамыз және жоғары жақта жасау кнопкасын басып, видеоларымызды жүктейміз сол жерден. Енді қазір менде бір видео жүктеліп жатыр. Осыны ең бірінші мән беретін нәрсе бізде мәліметтер. YouTube-тың атауы. Видеомыздың атауына аса мән береміз. Бұл жерде екі түрлі нәрсе бар. Біріншісі, ол поисктен жазған кезде шығатын атау, немесе рекомендацияда шығатын атау. Сондықтан видеоңызға мән беріңіз, соған қарай атау беріңіз. Яғни сіз how to, немесе қалай жасау керек деген сияқты YouTube-тың поискінде шығатын видеоларыңыз болса, оның SEO-сын жақсылап жасауыңыз керек. Ал YouTube-тың рекомендациясына шығатын видеоларды SEO-ға қатты мән берудің қажеті жоқ. Енді бірден айта кететін нәрсе файлдың атауы. Видеоны жүктеген кезде файлдың атауы мен видеоңыздың атауы бірдей болу керек деген нәрсе бар. Ол мифке сенудің қажеті жоқ. Бұл SEO-ға ешқандай әсер етпейді. Ең бастысы мына жерде видеоңыздың атауы. Сіздің видеоңыздың саны 60 символдан асып кетпеу керек. 60 символдан асып кетпеу деген сөз телефоннан көретін адамдар үшін сіздің видеоңыздың атауы толық көрінбей қалуы мүмкін. Соған байланысты 60 символдан асып кетпесін. Енді одан кейінгі нәрсе бірден сол видеоның атауын астына сипаттамаға да қалдыру, бұл SEO жұмыстарына әсер етеді. Одан кейін бірден реклама жасасаңыз болады видеоңызға. Ол үшін мысалға мен қазір сіздерге көрсетейін. Мына видеоны жүктеген жоқпын әлі, жүктеліп жатыр. Сода қалай көрінетінін көрсетемін сіздерге. YouTube-та Сәлем достар. Жүктеген кезде міне описанияда бірден сілтеме тұр. Осылай сілтемені де қойсаңыздар болады. Және бұл жерге YouTube-тың өзі тегтерді қойып беретін болады сіздерге. Енді кеттік келесі нәрсеге. Описанияны жасадық және астына бірден өзіңіздің видеоларыңызды жарнама жасауыңыз керек. Сізде егер спонсор немесе бір өнімді жарнамаламайтын болсаңыз, видеоңызда өз видеоларыңызды жарнамалаңыздар. Яғни сізді көрермен описаниясындағы сілтемені басып, келесі видеоларыңызды көру, бұл сізге өте пайда. Одан кейін сипаттамасына кәдімгі сөйлем түрде сіз видеода не айттыңыз, сол туралы жақсылап түсіндіру керек. Ары қарай тақырыпшалар, бөлімдері қою керек. Мысалға, ол бөлімді автомат түрде қойсаңыз болады. 0-0 кіріспе, 0-2-де 15 секундта мынандай тақырыптар деген сияқты өзіңіз бөлімдерге қойып тастасаңыз болады. Бұл YouTube-тың алгоритміне өте әсер етеді. Одан кейін өзіңіздің жарнамаларыңыз, әлеуметтік желілеріңіз, сілтемелерін барлығын қойсаңыздар болады. Және теги, енді 2024 жылдан бастап теги өте қатты әсер етпейді видеоларда, бірақ сонда да сіздер жазып қойыңыздар, бұл сіздерге пайдасын береді. Одан кейін хэштегтер. Хэштегтер дегеніміз мынандай нәрсе. Сіздің видеоңызды осы хэштегтер арқылы іздеуі мүмкін. Хэштегтерді басу арқылы іздеуі мүмкін адамдар. Сол хэштегтің ішінде сіздің де видеоларыңыз көрсетіледі. Соған байланысты осы видеоға қатысты болу керек хэштегтерді жазуды YouTube-тың шартында да көре аласыздар. Одан кейін бізде обложка келеді. Обложканы қою міндетті. Яғни сіздің обложкаңыз адамды тартатын, кликабельный болатын болса, сіздің видеоларыңызды да дәл сондай ішінде де мәнінде сондай болу керек. Обложкамызды міндетті түрде жаңартамыз. Видеоның ішінен таңдатқызбаймыз YouTube-ға. Ол кері әсерін береді. YouTube-ыңыз видеоларыңызды ешкім ашпауы да мүмкін. Немесе 2-3 обложка жасап, тест жасатсаңыз болады. YouTube өзі таңдап, ең мықты деген обложканы өзі сол жерге қойып береді сіздерге. Енді одан кейін плейлисттер. Плейлистке қою міндетті YouTube-та видеоларыңызды. Сіздің видеоларыңызды бөлім-бөлімге бөліп тастап, соған қатысты плейлисттер жасап қойсаңыздар болады. Немесе жоқ болатын болса, біреуін создавать етіңіз, жаңа ойнату тізімі деп атын жазып, сақтап, и сол видеоңызға, сол плейлисттің ішіне галочка қойып, дайын кнопканы басып сақтап отырсыздар. Менде қазір бұл екі плейлистке қосылды бұл видео.
Одан кейін видеоларыңызды балаларға арналған, арналмаған болып бөлдіңіздер. Енді бұл менің видеоларым барлығы балаларға арналмаған. Бұл жердің артықшылығы комментарий ашық болады және подписка жасау и рекламалар көп болады. Бұл жердегі артықшылығы. Енді детскийлардікі шамалы рекламасы аз болады и комментарий ол жерде болмайды, өшіріліп тұрады. Соған мән беріңіздер. Одан кейін ақылы жарнама. Егер сіз видеода басқа біреудің өнімін жарнамалап, содан ақша алсаңыз, немесе басқа спонсорлар арқылы ақша алатын болсаңыз, видеоңызда ол жерге міндетті түрде мынаны галочка қоюларыңыз керек. Мен енді бұл видео арқылы ешқандай реклама алып жатқан жоқпын, спонсорым жоқ, сондықтан өзім отметка қоймаймын бұл жерде. Одан кейін брендтер іздеу. Жаңадан YouTube-тың қосылған бөлімі брендтермен коллаборация жұмыс жасау маған әзірше керек жоқ. Одан кейін өзгертілген контент. Бұл жасанды интеллектті қолданып, сіз бар нәрсені жоқ деп көрсету, жоқ нәрсені бар деп көрсету болып жасалса егер видеоларыңыздың ішінде, міндетті түрде иә деген жерге галочка қоюларыңыз керек. Ал егер ешқандай өзгертілмеген нәрсе болатын болса, жоқты қойсаңыздар болады. Одан кейін серіктестік, яғни коллаборация жасау шықты YouTube-та. Бір видеоны астына 5 YouTube каналды тіркей аласыздар. Бұл жерге мен өзімнің Мәке блог екінші каналымды коллаборация ретінде қойып қойдым. Бұл подписчик жинаудың бір тәсілі YouTube-та. Одан кейін автоматты тараулар. Бұл жерге галочканы қоймай қойыңыздар, өйткені YouTube өзі видеоңызды бөлім-бөлімдерге бөледі. Бұл кейде дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан керек жоқ. Атап өтілген немесе көрсетілген орындар, бұлар тұра берсін автомат түрде. Автомат тұжырымдамалар бұл да тұра берсін сізде. Одан кейін теги. Міндетті түрде 500 символға сай теги жазуларыңыз керек. Оның ішінде, тегидің ішінде видеоның атауы и соған қатысты кілттік сөздер қолданыңыздар. Одан кейін тіл және сертификат. Қазақ тілі, видеомның тілі қазақ тілі. Субтитріміз жоқ әзірше. Қазір субтитр жасауын да көрсетемін. Бейнеге түсірілген орын. Бұл негіз аса маңызды емес, бірақ қойып кетсеңіздер де ешқандай артықшылығы жоқ. Стандартты YouTube лицензиясы. YouTube-тың екі түрлі лицензиясы бар. Яғни сіздің видеоңызды біреулер ешқашан қолдана алмайды, немесе қолданады. Сізді автор ретінде көрсету арқылы. Екіншісі негізі сіз үшін тегін реклама. Яғни сіздің видеоларыңызды алып, басқалар өзінің каналдарына сала алады. Описаниясына сізді автор ретінде көрсетсе болды ол жерде. Енді өзіңіз білесіз бұл жерде қалауы, мысалға стандарт YouTube лицензиясы, яғни менің видеомды ешқандай канал өзінің каналында қолдана алмайды. Енді мына жерде бейнені ендіруге рұқсат ету. Бұл нәрсе галочка қойсаңыз, сіздің видеоңызды басқалар өзінің сайттарында embedded ретінде қолдана алады деген сөз. Бұл деген өзіңізге тегін жарнама, сондықтан тұра берсін. Жазылымдар фидіне жариялап, жазушыларға хабарлау. Яғни мына жерде мысалға сіз бір нишамен видео түсіріп келе жатсыз и нишаңыз міндетті түрде ауысып кетті. Басқа бір видеоға салдыңыз мысалға. И ол видеоны ол бұрынғы нишадағы подписчиктеріңізге көрсетеді мына жерде. YouTube автомат түрде видео салған кезде, егер басқа ниша бойынша салатын болсаңыз, бұл жерде сіз алып тастаңыз. Өйткені YouTube өзі ұнайтын адамдарына ұсынғаны дұрыс бұл жерде. Ал егер нишаңызды өзгертпей бір бағытта жүретін болсаңыз, бұл жерде обязательно қойып қойыңыз, белгілеп. Өйткені YouTube салынған сәттен бастап бірден сіздің подписчиктеріңізге көрсетеді. И қоңырау белгісін басып қойғандарға уведомление келеді бұл арқылы. Одан кейін Shorts ремиксін жасау, бұл сіздің каналыңызға деген тегін реклама, яғни сіздің видеоңыздан кішігірім бөліктерін кесіп-кесіп басқалар Shorts жасай алады деген сөз. И бұған да рұқсат беріп қойыңыз. Одан кейін категория. Категория менің каналым білім каналы болғандықтан білімді таңдап қойдым. Әр канал өзіне сай категорияны санатты белгілеп қояды. Енді пікірлер мен бағалар. Пікірлер қосулы, модерация жоқ, үздік сараптау. Енді мына жерде қанша адамға ұнағанын көрсету, қанша лайк басылғанын көрсетіп қойыңыз. Енді келесі батырмасына басайық. Мына жерде егер монетизация сіздің каналыңызда ашылған болса, осы бет келеді. Бұны қосып қойыңыз. Жарнама орындарын басқару, яғни 8 минуттан жоғары видеоларыңыз болса, сіз рекламаны өзіңіз қоя аласыз. Мысалға, мына жерде автоматты түрде жарнама өзі қойды қазір YouTube.
сіз өзіңіз мына жерді бөлек, мысалы мына жерге де қой, мына жерге де қой деп сіз өзіңіз реклама қоя аласыз. 8 минуттан жоғары видеоларға. Көп реклама бұл сізге қаржылай табыс. Сондықтан өзіңіз де қоя аласыз. Және жалғастыру. Рекламамызды қостық. Келесі. Ары қарай жарнама беру жарамдылығын сіз анкета толтыруларыңыз керек. Видеолардың ішінде балағат сөздер, ересектерге арналған контент, зорлық, үрей тудыратын контент, зиянды әрекеттерді және күмәнді мәлімдемелер. Мыналардың барлығы сіздің видеоларыңызда бар ма? Егер бар болса, таңдайсыз. Жоқ болса, керек жоқ. Мысалға, менде жоғары жақтылардың ешқайсысы жоқ. Бұл YouTube-тың алгоритмі сіздің каналыңыздың қаншалықты дұрыс баға бергеніңізге қарай. Яғни автомат түрде сіздің рекламаларыңызды қоя береді. Осыған мән беріңіздер. Келесі. Одан кейін субтитр. Біз видеоларымызға субтитр қоя аламыз. Енді қазірше қолмен теру және файлды жүктеп салу. Алдын ала файлыңыз дайын болса, секундтармен бірге жүктеп, тексти файлын жүктеп қоя аласыз. Немесе қолмен теру. Әрбір секундын, мысалға, мына жерден секундтан өзіңіз текстін жасасыз. Мына видеода не айтылды. Енді қазірше маған керек жоқ субтитр. Нобайды өзгерістер жою. Субтитрді қосқан жоқпын. Одан кейін соңындағы экранды қосу. Бұл жерге міндетті түрде қойыңыздар. Кодтан тыс әңгіме, менде эпизодтарым бар. Видеоның соңына келген кезде, мысалға, бұл жерде әртүрлі секундтарды қолдансаңыздар болады. Бұны бұлай жылжытып ауыстыра бересіздер. Менің видеом аяқталған кезде мынандай нәрсе шығады. Келесі видеода кездескенше 2 видео және каналыма подписка. Осы нәрсені видеоның соңында көрсетуді ұмытпаңыздар. Сақтаймыз. Одан кейін карталар тізімін қосу. Бұл дегеніміз видеоның, мысалға, мына жерге келген кезде бір видеоға мен сілтеме тастаймын. Бұл кодтан тыс әңгіме. Мысалға, бірінші нәрсені, бұл жоғарыда деген белгіні көрсетеді. Видеоңыз осы жерге келген кезде мына жерден шығады. Мына реклама. Бұл да басқа бір видеоларыңызға сіздің реклама жасау. Кодтан тыс әңгіме. Екінші эпизодымыз. Мына жерге үшінші эпизодты қосайық. Үшінші эпизод. Мына жерге төртінші эпизодымыз. Төртінші эпизод. Мына жерге бесінші эпизод. Яғни 5 мына жерге қоя аласыздар. Мен 5-еуін қойып шықтым карталарымызды. Видео осы жерге келген кезде мына жерге болып шығады сіздерге. Болмаса описанияны көріп отқан кезде астынан да шығады бұл нәрсе. Мысалға, қазір көрсете салайын. Сәлем достар. Астына түскен кезде сілтеме. Сәлем достар. Жазу ашылып кетті. Мына жерде шығады астыңғы жағында. Енді қазір бұл видео әлі толық жүктелген жоқ, сол үшін көрініп тұрған жоқ. Енді бұларды қостық. Келесі. Енді бізде авторлық құқық көрсетілген жоқ, табылған жоқ. Жарнама беру жарамдылығы дұрыс. Келесі. Енді ең маңызды нәрсеге келейік. Сіз видеоңызды автомат түрде жасырын дегенге қойыңыздар. Өйткені YouTube бұны жүктегеннен кейін полный зерттейді видеоңызды и соған қатысты рекомендацияға шығара бастайды. Сол үшін ең бірінші бірден жеке немесе жасырын немесе баршаға ашық, баршаға ашық деп бірден салмаңыз YouTubeға видеоны мүлдем. Бірінші жасырынға қойыңыз, сөйтіп жүктеңіз. Одан кейін барып YouTube бірінші полный тексеріп алсын. Немесе жоспарлау. Мысалға, мынаны сақтайық қазір жасырын ретінде, қазір көрейік сіздерге. Міне видеоңыз шықты, бірақ жасырын. Ешкімге көрсетілмейді, бірақ YouTube бірінші полный бұны тексереді. Аналитикасын көреді, одан кейін бірінші алгоритм зерттеп болғаннан кейін барып бұны ұсынады. Енді осы жерде біз жасырын дегеннен кейін баршаға ашық немесе премьера ретінде қоюымызға болады видеоны. Премьера дегеніміз YouTube-та тікелей эфирде көрсетеді, басында бір кері санақ жүреді. Сол, мысалға, мықты видеоларыңызда анда-санда премьера жасап тұрсаңыздар болады. Прямой эфир болады ол жерде. Мысалға, немесе жоспарлау. Енді жоспарлау, мысалға, менде бұл подкасттар әр жексенбі күні шығады. Мысалға, алдағы 30-ына сағат, Түркия сағатымен 15, 17, 5-те шығады Түркия сағатымен, Қазақстан сағатымен 7-де премьера ретінде орнату.
Яғни әрбір жексенбі күнді менде бір каналымда бір премьера өтіп отырады. Дайындаймыз. Ары қарай премьераны реттеу кнопкасы шығады бізде. Премьераны реттеуде алдын ала санақ жүйесі жүреді. Бұл жерде менде кинематография болсын. Яғни 2 минут бойы кері санақ жүреді. Көрермендер басталмай тұрып, одан кейін барып, мына жерде таңдасаңыздар болады. 5 минутқа шейін кері санақ жүргізсеңіздер болады. Стандартты түрде 2 минут YouTube'да таңдайды. Немесе алдын ала сіз трейлер беріп қоюыңыз мүмкін. Видеоңыз ашылмайды, бірақ алдында бір видеоны көрсетеді сізге. Сол туралы, мысалы, осы алдағы видеолар туралы көрсетеді. Енді бұл премьераңыз біткеннен кейін басқа жерге сілтеме жасауыңызға болады. Яғни басқа тікелей эфирлеріңізге, прямой эфирлеріңізге жасасаңыз болады. Оны қосу үшін мына қосуды бассаңыз, яғни премьераңыз біткеннен кейін басқа жерде ашылады. Трейлер дегеніміз сіздің YouTube-қа жүктеген кезде видеоңыз тұрады, сол видеоңыз автомат түрде қосылады. Бір трейлер қойып қоясыздар оған. Примерно 15 секундтан 3 минутқа дейін. И ол видеоңыз, премьераңыз басталғанға шейін сол видеоны қайталап көріп отырады адамдар. И оны менде әзірше керек жоқ, и сақтаймыз. Одан кейін видеоны сақтау дейміз, болды. Біздің видеомыз, контентіміз жүктелді. Мына премьера ретінде қойылды. И премьера 2025 жылы 30 қараша сағат 5-те YouTube-та шығатын болады бұл. Осылай алдын ала видеоларыңызды жүктеңіздер. Бірден, мысалға жүктеп атқан кезде бірден баршаға ашық деп видео для всем деген сияқты қоймаңыздар. YouTube бірінші видеоңызды полный тексерсін, и авторский право шығатын болса, сол жерде көрсетеді сізге сразу, авторский право бар болатын болса. И жоқ болатын болса да, сізді одан кейін жүктей бересіз. Видеоларыңызды жарыққа шығара бересіздер. Дәл осы настройкаларыңызды жасап барып, видеоларыңызды салыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.